Бұйырған кетпейді. Ерте заманда бір кедей адам болған екен. Тоғайдан ағаш дайындап, оны сатып, үйінде отын етіп, пайда көреді екен. Бір күні ағаш шауып жүріп, бір қара қойды көреді. Кедей, егер қойлардың иесі болмаса, біреуін ұстап, үйге әкетейін деп ойлайды. Сол кезде бір қой өзінен өзі бөлініп, шұқырға түсіп кетеді. Отыншы кедей шұқырдан ұстап алайын деп қойға қараса, оны бір соқыр қасқыр шоқшиып отырады жеп. Отыншы, япыр-ай, мына қасқырға олжа оп-оңай аяғының астына өзі келді-ау, бақыттысын-ай деп таң қалады. Отыншы содан ағаш дайындамай үйіне қайтады. Әйелі, ау отағасы, ағаш қайда, теңге қайда деп күйеуінен сұрайды. Сонда отыншы кедей, мен енді ағаш дайындамаймын, бақыт, дүние аяғымның астына өзі келеді екен. Мен бүгін бір қасқырдың аяғына бақтың өзі келгенін көрдім дейді. Қасқырға бақыт әкелген, маған да бақыт әкелсін деп жатып алады. Бір күн өтеді, екінші күн өтеді, үшінші күн өтті. Отыншы кедей түс көреді. Түсінде біреу тұр, пәлен жерде ішінде алтын толы құмыра жатыр дейді. Мұны ол әйеліне айтып еді, әйелі бар да әкел деп қуанып кетеді. Бірақ ол бармаймын, алтын аяғыма өзі келеді деп бармайды. Отыншы мен әйелінің әңгімесін көрші әйел естіп, ол қожайынына айтады. Сонымен көршісі кетпен күрегін алып, бір құмыра алтын жатқан жерді қазады. Жерден құмыраны қазып алып, үйіне келіп, бетін ашқанда, ішінен бір топ ұялы жылан шығады. Қорқып кеткен көршісі барлық жыланды жинап құмыраға салып, отыншы кедейдің түтін шығатын кенінен пештің ішіне тастайды. Сол заматта пеш түбіне түскен жыландар алтынға айналады. Тасыр-тұсыр дыбыстан отыншының әйелі оянып, пештің аузын ашады да, ондағы алтынды көреді да, күйеуіне айтады. Отыншы, жоқ, бақыт, алтын аяғымның астына өзі келеді, бармаймын деп жатып алады. Әйелі 5-6 алтынды көрпешіне, оның аяқ жағына тастап, тұр енді, алтын өзі келді, дегенде ұшып тұрып, енді өзі келді ме деп, алтынды өзі пештен шығарып алып, алаңсыз өмір сүрген екен. Әркім несібесіне лайықты күн кешіп, маңдайына жазылғанды көреді. Сабыр мен қанағат жақсылыққа жеткізеді. Жүгірген жетпейді, бұйырған кетпейді деген қанатты мәтел осындай болса керек. Әйелі 5-6 алтынды көрпешіне, оның аяқ жағына тастап, тұр енді, алтын өзі келді дегенде, ұшып тұрып, енді өзі келді ме деп, алтынды өзі пештен шығарып алып, алаңсыз өмір сүрген екен. Әркім несібесіне лайықты күн кешіп, маңдайына жазылғанды көреді. Сабыр мен қанағат жақсылыққа жеткізеді. Жүгірген жетпейді, бұйырған кетпейді деген қанатты мәтел осыдан болса керек.